Сәлем тыңдармандар. Бүгін сіздерге Серік Шайманның сол келіншек әңгімесін баяндап беремін. Бастау бұлағын Сарыарқаның ұсақ шоқыларынан алып, қазіргі Астананы қақ жарып өтетін есіл асып тасымай, салмақты, сабырмен ағатын. Жағасына жалпайып жазылып кетпейде, арнасы ортайып, төмен түспейде, ұдайы су толған шелектей гүмпілдеп тұратын өзен. Ағысы астында беті қайнаған қазандай бүлкілдеп, ақ толқын ойнап жатады. Сол есілдің жарқайынға қарай бұрылар сағасында Мәңгібайдан келе жатқан Боранкөл атты қазақ ауылы бар еді. Ертеректе өзімнің жас кезімде осы ауылдың бір келін түсіру тойында болғаным бар. Той не орыс дәстүрінде, не қазақ дәстүрінде емес, әйтеуір араласып, бытысқан жағдайда өтіп жатқанды. Кенет бір адам келді де, соның бәрі аяқ астынан өзгеріп сала берді. Әуелі ол маған қалың бұлтты жарып шығып, көзіңді қарықтыра, жалт ете қалған күн сәулесінде елестеді. Үйдің ішінде керемет бір жылылық орнады. Енді кетсем бе екен деп отырғанымда, еріксіз бөгеліп қалдым. Үй иесі оны құдашамыз Ақмоладан келді, пойыздан жаңа ғана түсті деп таныстырды. Есімі Құралай, өзі де Құралай десе дегендей екен. Салған жерден той тізгінін қолға алып, отырысқа жаңа леп пен жарықтық сыйлады. Қазақтың осы күні ұмыт қалып бара жатқан кейбір салт дәстүрі мен ойынына жиналғандарды еліктіріп, тойдың шырайын шығарды. Оның адамдармен сөйлесуінде, ыңғайласуында бір дегдарлық бар. Мойылдай қап-қара бота көзімен өзіңе елжірей қарағанда айтқанын естітпей қоймайды. Өлеңді де келістіріп айтып, домбыраны да шебер тартады екен. Кең пішілген көк көйлектің етегін жайып жіберіп отырғанда, Ханзада сияқты екі ауыз өлең айтпайтын қазақ болмайды. Сіздерде тойға өнерлеріңізбен үлес қосыңыздар, деп орыс қазаққа өлең айтқызды, домбыра тартқызды, қайсы біреулерін билетті. Әсіресе 100 граммнан кейін қызара бөртекен орыс келіншектері дүр көтеріліп думандатып жіберді. Мен қазақтың ескі «Дүние-ай», «Құдаша» деген әндерін орындап бердім. Құдашаның сөзіне салмақ салыңқырап, Құралайдың өзіне қарата айттым. Ол көзі шоқтай жайнап, күлімсіреп отырып тыңдады. Іштей толғанысқа түскен сәтте, екі беті бал-бұл жанып, жүзі пейіштің төріндей құлпырып кетеді екен. Нағыз әншілер осында отыр екен ғой. Сіздің мына даусыңыз анау-мынаулардан көшілгері, деп мені біраз жерге апарып тастады. Жұрт қолқалап сұрап қоймағаннан кейін екеуміз қосылып, Бегімайдың әнін айттық. Сол сәтте, сол күні, сол көңіл күйдің жағдайында бұл енді нағыз ғажайыптың өзі еді. Отырғандар үсті-үстіне қол сығып, дуылдасып, бізге бундершаф ішкізді. Рюмкені көтеріп жатып, Құралайдың көзіне қарап едім. Ол да мені іздегендей қадала қарап, іштей бір адам ауызбен айтып болмайтын ризашылық сезім білдірді. Келіншек ауға оралды деп ойладым мен. Келіншек деп күйеуі бар деген соң айтып жатқаным ғой. Әйтпесе Құралайдың дене бітіміне қарап, есік көрген адам деп айтуға болмайды. Есілдің жағасында өсетін сәмбі талдай сұлу мүсін. Аршын төс, ашыған жұмыртқадай ақтамақ. Алаулаған дөңгелек жүзіне лайық қыр мұрын, оймақ ауыз, әбден піскен бүлдіргендей қызыл ерні, оны кез келген қыздан ерекшелеп тұрады екен. Той кеш тарады. Кісі аяғы середі-ау деген соң, бір шақта Құралай екеуміз алдын ала келіспесек те, далаға бірге шықтық. Жаздың шаңғай шағы ғой. Түннің өзі күндізгі ыстықтың лебін қайтара алмай, бусанып тұр. Тек қана есілден соққан самал жел жаныңа дауа бергендей. Біз бірден өзенге беттеп, әлі айықпаған түн қараңғылығына сүңгіп кеттік. Өзен жағалауындағы қаз от пен шөп жұп жұмсақ, құс мамықтай былқ-былқ етеді.
Құралай да мен де аяқ киімімізді шешіп тастап жалаң аяқтанып алдық. Балалығымыз ұстап кеткен сияқты. Ал келіп жүгірейік. Шамасы суға түскіміз келген болар. Жүгіріп келе жатып, киімдерімізді де шешіп жатырмыз. Менің жейдем бір жақта, шалбарым бір жақта қалды. Құралай көйлегін басынан асыра шеше бастады да, кілт тоқтады. Мен шап беріп оны құшақтай алдым. Ол менің көкірегімді қақ жарып, ішіме кіріп кетердей құшағыма тығыла түсті. Кіндіктен жоғары көтерілген көйлегі төмен түспей, екеуміздің арамызда перде болып қалды. Дені сау, була күш бойын кернеген жас әйелдің жұп-жұмыр бура санына ескен ыстық леп менің тәнімді қарып, аршын төс кеудеме тірелді. Екеуміз де әл бермей, асау сезім билеп алғандай, құшағымыз айқаса кетіп, ұзақ сүйістік. Бір сәтте Құралай: «Мені кешір, бұдан артыққа бара алмаймын. Өзің сияқты нарталап күйеуім бар. Көзіне шөп салып көргенім жоқ» деді. «Ал сүйісуші» дедім мен. «Сен шын көңілмен сүйістің ғой». Сүйісу мезеттік сезім қалауы, ал төсектес болу тән қалауы. Ол ауыр күнә. Соншалық айырмашылық көріп тұрғаным жоқ. Сүйісу арқылы да біз күнәға баттық қой дедім мен. «Жоқ, сүйісу қазір виртуалдық байланыс сияқты» деді ол. «Қайдағы? Ернімізге ерніміз тиді, біз түйістік» дедім мен. Ол екі саусағын менің ерніме басып, аппақ маржандай тістерін көрсетіп, сақылдап күлді. Сұмдық, бір тылсым күш біздің құшағымызды айқастырып жіберді. Әйелдің оттай ыстық ернінен әбден өбіп, тілін сорғанымды коньяктың бе, шәрбаттың ба әдемі дәмін сездім. «Білесің бе?» деді ол маған. «Мен саған бір ертегі айтып берейін. Шамасы араб әдебиетінен оқыдым-ау деймін. Қазір есімде жоқ. Баяғыда ертеде бір әміршінің сұлу қызы болыпты. Әмірші қызына елде жоқ көйлек тіктіріп беріпті. Ол көйлектің жағасынан етегіне дейін түймесі болыпты. Сиқыры сонда, түймені жоғары жақтан бастап ағытып, ең соңғысына жете бергенде қалғандары қайтадан түймеленіп қалатын болған екен. Мен сол көйлек сияқтымын. Ең соңғы шешусіз сәтке келгенде түймелерім қайтадан салынып қалды. Ту, не деген аңқаулық. Соншама түймені ағытып не азап? Мынау сенің көйлегің сияқты басынан асыра салмай ма?» дедім мен. «Білгішпегім, ол көйлектің қасиеті сонда, оның түймесін ағытпай шеше алмайсың» деді ол. «Құдайға мыңда бір тәуба, қазір сенің үстіңде сондай көйлек жоқ. Жалпы сен жалаңашсың» дедім мен. Құралай сонда барып өзінің мықымынан төменгі жағы тыз жалаңаш екені есіне түсті. Мені ақыры итеріп тастап, теріс айналды. Есілдің мың бұралған бұйра-бұйра толқындары жағаға қайта-қайта зілсіз соққылап, жыбыр-жыбыр, қыбыр-қыбыр етеді. Құралай екеуміз аяғымызды суға малып, шалқамыздан жатырмыз. Аспанда жұлдыздар жарығы әлсіреп, таң атып келеді. Мен Құралайға: «Есілдің ар жағында көрдім сені, сырғаңды қайық қылып өткіз мені» деп өлеңдеттім. «Жоқ» деді ол, «сен өтпейсің арғы бетке. Қаласың». Мен ақыры ол айтқан жақта қалдым. Алайда арада 10 жылдан астам уақыт өткенде біз екінші рет кездестік. Бұл кезде үкімет Ақмолаға көшіп келіп, қаланың атауы Астана болып өзгертілген еді. Корпорация басшылығының бұйрығымен Ордабай облыстық теледидарына бас редактор болып орналасқан едім. ТВ бағдарламасын цифрландыру байланысты республикалық семинар өтетін болып, бас инженер екеуміз Астанаға келдік. Семинар бұрынғы парламент мәжілісінің үйінде кіші залда өтті. Үзіліс кезінде түскі асқа жақын жердегі өзіміз орналасқан Есіл қонақ үйінің ресторанында ішіп отырғанбыз. Ішкі түйсігіміз ту сыртымнан қадалған бір тосын көзқарасты аңғарғандай болды да, жалт қарағанымда алыстау түпкірде отырған бір әйелдің өзіме тесіле көз салып отырғанын аңғардым.
бірақ түрін жыға тани алмадым. Ал көзі біреуді естіге түсіргендей болды. Бір түрлі таныс, жылы көзқарас. Апырау, кім болды екен деп ойлағанымша болған жоқ. Ол орнынан тұрып, маған қарай жүрді. Жақындаған сайын сана түпкірінде сығалаған бір ескі көріністің беті ашылып, мен оны тани түстім. Құралай. Баяғы Құралай ғой мынау. Ой Аллай, бұл қайдан жүр? Мен де орнымнан атып тұрып, екеуміз құшақтасып, амандасып, мәз-мейрам болып жатырмыз. Осында мынау әкімдіктің ішкі саясат бөлімінде істеймін деді ол. Оның әкімдік деп отырғаны Есіл қонақ үйінің тап қарсысындағы 7 қабат зәулім үй. Бір кезде оның 7-ші қабатында біздің редакция болған. Бұл маңай, мынау қонақ үй маған өте таныс. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары менің біраз ғұмырым осы жерде өткен. Көп сөйлесуге Құралайдың уақыты тығыз болды. Тәртіп кеңсе жұмысы дегендей. Біз кешкілік кездеспек болып келістік. Осы қонақ үйдің 3-ші қабатындамын. 32-ші бөлме, дедім мен. Келем, деді Құралай. Қонақ күтетін болған соң, бұрынғы бойға сіңген әдетпен бөлме ішін жинастырып, 1-2 шөлмек ішімдік, тіске басар жеміс-жидек, сапалы тамақ алып қойдым. Менің бөлмемнен әкімдіктің алдыңғы беті алақандағыдай анық көрінеді. 7-ші қабаттың оң жақтан санағанда 6-шы, 7-ші, 5-ші терезелерінде біздің кабинеттер болып еді. Бастығымыз Алданнан бастап Төлеген, Жылқыбай, Бәдуан, Қайыркен, қыздардан Бақыт, Бақытжамал, Жұматай, тағы басқа да жігіттер үпір-шүпір болып, шахмат ойнап, дүниені асты-үстіне түсіріп сыпырып жүруші едік. Ол да бір ғұмыр өткен. Қоламтаға айналған шақ. Үрлесең бәрі есіңе түсіп, санаң жаңғырып қоя береді. Сонда ғой, Жұматай марқұмның президент Назарбаевқа өлең мен хат жазып кезектен тыс пәтер алатыны. Оның тілі тотиятын ғой, тиген жерін ойып түсетін. Құралай уәдесінде тұрды. Сағат кешкі 9-дарға таман келіп, есік қақты. Заман өзгерсе де, кеңселердегі жұмыс істеу тәртібі баяғыша қалыпты ғой. Тым кеш шығады екенсіңдер, дедім мен. Айтпаңыз, деді Құралай. Қағазбастылық қосылмаса азайған жоқ. Жарты ғұмырымыз осы кеңседе өтеді. Ол күлді. Бірақ көзінде мұң бар. Жүзі де бұрынғыдай емес. Солғын тартқан, әр жерде болмашы, әжім ізі сезіледі. Отырыс жақсы болды. Шарап іштік, тамақ іштік. Қазіргі саясатта Астанаға байланысты талай әңгіме айтылды. Ақырында сөз реті енді Құралайдың жеке басына тірелді. Жасыратыны жоқ, күйеуімен сүйіп қосылдым. 5 жыл бірге тұрдық. Соның алғашқы 2 жылында өзімді бақытты сезіндім. Қалғанының бәрі азап, деді Құралай. Басты себеп баламыздың болмауы. Бармаған жеріміз, қаралмаған дәрігеріміз жоқ. Күнә өзінен екенін білгеннен күйеуім ұнжырғасы түсіп, мүлде өзгеріп кетті. Өзім де көшеде кішкентай бала көрсем, есімнен танып, мүжіліп, шаршап қалатын болдым. Жазығымыз не? Жаратқан ем-ау. Көшеге баласын тастап кетіп жатқандарға қиған бір шарананы бізге қимайсың ба? Деп егіліп талай жыладым. Бала сырап алайық дедім. Күйеуім көнбеді. Алла тағала бізге бұйыртпаған екен. Енді оны қолдан жамап жасқағаннан не болады деді. Сөйтті де маған бостандық беріп, өзі кетіп отырды. Күні бүгінге дейін қайда жүргенін білмеймін. Түк хабар жоқ. Мен әйелдің жан азабын бөліскім келіп, оны құшақтап, бетіне бетімді тигіздім. Оның әлі де тып-тығыз денесі, қомақты қос анары жанасқан сайын менің дегбірімді қашырды. Екеуміздің де тыныс алуымыз жиілеп, Абай данышпан айтқандай, етің етке тигенде, тән шымырлап бойырып, ішім оттай күйгенде, дерлік кейіпке түстік. Құралай көйлегін басынан асырып шешіп,
лақтырып жіберіп қарсы алдыма тұра қалды. Енді қалғанын өзің шеш деген сияқты. Мен тізерлей отырып сан түрлі гүл жапырақтарының сурет салынған тілдей түресегін сұқ саусағыммен тартып тізесінен төмен түсірдім. Қос алмасы тіп-тік, оң жақ емшегінің ұшында қарақаттай емең бар екен. Мен соған қарап тұрыңқырап қалсам керек. Құралай, сен енді осылай отырасың ба? Шешінсейші, деді де мені соншалықты ептілікпен шапшаң шешіндіре бастады. Тек қана ең соңғы іш киімімді шешерде сәл кідірді де тура мен сияқты сұқ саусағымен оны төмен қарай сырғытып жіберді. Менің анадан туғандай кейпімді көргенде ол бүкіл буындары құрысып ұстамай қалғандай таяу тұрған керуетке сылқ етіп құлай кетті. Бұл енді талайдан бері ешкіммен төсектес болмағандықтың әсері шығар. Әйел жаны тым нәзік қой, деп ойладым мен. Дүние тылсым, бір сәт тас болып қатып қалғандай. Бөлмеде біздің ынтыққан ыстық сүйісіміз, менің ауыр-ауыр алған тынысым, керуеттің сықыры, 62 тамыры иіп, үгітіліп, шамырқыған әйелдің сәл ыңырсыған дауысы ғана естіледі. Төсектен мен өзімді тау көтерген толағай батырдай сезіндім. Бұрын соңды болмаған ерекше қарқын, алапат күш-қуат, тұла бойымды кернеп тұр. Ләззат заты, әдеттегіден әлде қайда ұзаққа созылып, Құралай ең кемі 2 рет оргазм алғандай әсер берді. Бұл түн буырқыған сезім түні. Еркек пен әйелдің бір-біріне деген сәйкесімділігі жарасқан түн болды. Әйел құшағында өзімді жайлы сезінгенім соншалық, менің бұған дейінгі өмірім бір басқа, мынау бақыт құшағындағы сәт бір басқа сияқты көрінді. Арада 1,5 айдай уақыт өткенде Құралайдан мен бақыттымын, аяғым ауыр деген есіме салдым. Сонда маған әттеген-ай, біз баяғы бірінші кездескенде осындай тәуекелге барсақ қой. Құралайдың күйеуі баланы өзімдікі деп қабылдап, бақытты өмір сүрер ме еді? Қазір өзі қайда екен? Дертімді ем тауып жазылды ма? Мүмкін үйленіп бала шағалы болды ма? Әлде жоқ, олай ойлауға дәтім бармайды. Бұл күнде медицинада мүмкіндік көп қой. Бір шипасы табылған шығар. Ылайым солай болғай. Ондай жағдайда ол азамат мені кешірсін. Менің жазығым не? Періште емес, ет пен сүйектен жаратылған пендемін. Өмір атты үлкен сахнада бар болғаны өзіме тиесілі рөлді ойнап шықтым деген ой келді. Біраз ойласқаннан кейін WhatsApp-пен Құралай, қуанышыңа ортақпын, әкесі екендігімді мойындаймын деп жауап жазып жібердім.